Саламатсыздар ма? Металлургия білім бағдарламасының студенттеріне арналған металлургия өндіріс негіздері пәні бойынша дәріс беруші Абдрашид Асбекмұратов. Дәріс нөмірі 8. Конвертердегі болат өндірісі. Дәрістің мақсаты оттекті конвертерлі және мартендік сияқты болат өндірісінің негізгі әдістерімен танысу. Дәріс жоспары: бірінші оттекті конвертер өндірісі, екінші мартен өндірісі. Кілт сөздер: болат, конвертер, өндіріс, бестемір, томас, мартен пеші, қышқылстандыру, скапты үрдіс. Болат темірден әдетте 2,14-тен төмен көміртегімен және басқа элементтердің қоспасы. Болат құрамында тұрақты қоспалар марганец, кремний, фосфор, күкірт болып табылады. Қара металлургия өндірісі негізгі өнімі қазіргі машина жасау өнеркәсібі мен құрылыста пайдаланылатын негізгі материал. Болат өндірісінің көлемі мемлекеттің техника-экономикалық деңгейін сипаттайды. Болат негізінен конвертерлерде, мартен және электрдоғалы пештерде, шойын қорытпалары мен болат сынықтарын және ферроқорытпаларды балқыту жолымен алынады. Болатқа қарағанда шойын құрамындағы көміртегі мен басқа да қоспалар мөлшері көп болғандықтан шойынды болатқа өңдегенде басты мақсат тотықтыру үрдістерінің көмегімен көміртегі мен қоспалардың артық мөлшерін айырып алу болып саналады. Болатты жаппай өндіру әдістерімен қатар қымбатқа түсетін әрі өнімділігі төмен бірақ жоғары сапалы ерекше таза металл алуға мүмкіндік беретін вакуумды доғалы, вакуумды индукциялық, плазмалы, электронды сәулелі қайта балқыту сияқты арнайы әдістер жетілдіріп келеді. Қазіргі уақытта дүние жүзінде өндірілетін болат көлемінің 59,8% конвертерлерде, 33,15% электр пештерде, 4,2% мартен пештерінде және 2,5% арнайы болат балқыту қондырғыларында балқытады. Болаттар химиялық құрамына қарай көміртекті және легірленген болып бөледі. Көміртекті болаттар құрамында темір мен көміртегімен қатар марганец 1%-ға дейін, кремний 0,4%-ға дейін зиянды қоспалар, күкірт, фосфор тағы басқа элементтер кіреді. Болаттың сапасын арттыру үшін құрамына хром, никель, молибден, ванадий, вольфрам тағы басқа элементтер қосады. Бұндай қорытпа легерленген болаттар деп аталады. Украина мен Ресей жылына сәйкесінше 40,9-70,6 миллион тонна болат өндіреді. Қытай болат балқытушы болат өндірісінің жоғары деңгейде көрсетті: 418,78 миллион тонна. Әлемдегі қара металл өндірісі өсімнің 70%-нан астамы Қытай қамтамасыз ететінін айту қажет. Дүние жүзілік өндірілетін болаттың 33,9%-ы Қытайдың үлесіне тиесілі. Конвертерлі болат әдісі. Конвертерлі болатты бестемірлік, томастық, оттекті конвертер әдісімен балқытады. Алғашқы екі әдістің кемшілігі азот концентрациясының көп болуына байланысты. Алынатын болат сапасының төмендігі мен шикізат базасының шектелетіндігі. Соңғы кемшілік кремний, күкірт және фосфор мөлшерінің қатаң белгіленген тек арнайы шойын түрлерін қолдануға қажеттілігін туындап отыр. Сондықтан бұл екі әдісті қолдану аясы шектелген. Қазіргі уақытта бестемірлік және томастық болат өндірілмейді деуге болады. Конвертерлік үрдістер негізінен сыртта қосымша жылу бермей-ақ сұйық шойынды газ-тектес тотықсандырғыштармен өңдеп жатады. Болат балқыту үрдісі тек қана сұйық шойынның физикалық жылуы мен қоспалардың тотығуының экзотермиялық реакцияларының химиялық жылу есебінен жүреді. Шойынға оттегі жоғарыдан немесе конвертер түбінен беріледі. Металл тотықтырғыш бөліну беттігінің үлкендігі және қоспалар тотығының жоғары жылдамды конвертерлік балқыту жоғары өнімділікті қамтамасыз етеді. Шойынды үрлеу техникалық таза оттегінің 99,5% оттегі қолдану, азот мөлшерін азайту сияқты конвертерлік болаттың сапасын арттыруға мүмкіндік берді. Оттегі қолданатын алғашқы өндірісті конвертерлер 50 жылдан бастап жұмыс істейді. Келесі жылдары бұл әдіс кеңінен тарап көптеген елдерде болат балқытылатын негізгі әдіс ретінде танымал болды.
Қазіргі кезде сыйымдылығы 100-400 тоннадан астам конвертерде пайдаланылады. Оттекті конвертерлер бұл, яғни конвертер корпусы қалыңдығы 100 мм дәнелген жаймалардан жасалады. Корпус цилиндрлі ортаңғы бөліктен бітеу тіптен тарылған симметриялы мойындықтан құрылады. Мойындық балқытылған болатты ағызуға арналған тесік орналасқан. Оның осылай орналасуы болатты шығару кезінде бөлігін қождан шығару жақсартар және фосфордың тотықстану қаупін азайтуға мүмкіндік береді. Конвертерді балқыту шайыр доломитті отқа төзімді материалдармен, ал болат ағуды тегізді магнезитті блоктармен қапталған. Тірелік орналасқан сапалар бұл, яғни конвертерді еңкейтуге мүмкіндік береді. Оттегі әдетте жоғарыдан салқындатқан фур арқылы береді. Жоғарыдан беру ол, яғни металлға енгізген кезде болаттың жоғары температура реакциялы аймағы пайда болуымен түсіндіріледі. Фурма жоғары төмен қозғалады. Оттегі үрлеген кезде ол ванна бетімен 300-800 мм қашықтықта орналасады. Оттегі 0,8-1 мегапаскаль қысымда беріледі. Оның шығыны конвертер сыйымдылығы мен үрлеу қарқынына байланысты және минутына 2,5-4 метр куб тонна құрайды. Қазіргі заманғы конвертерлер балқыту ұзақтығы 35-50 мм. Конвертер балқытудың бастапқы материалдары ол, яғни шек құрамды металдық бөлігі сұйық шойын, болат сынықтары, ферроқорытпалар және бейметалл бөлігі қорытушы тотықсыштар. Жүктемесі бұрын кетеді, сосын басында металл сынықтарын жүктейді. Ол 20-30%. Содан соң сұйық шойынын әкеліп конвертерге құяды. Құйып болғаннан кейін фурманы түсіріп оттегін үрлеу бастайды. Үрлеу бастағаннан уақыттан арнайы нау арқылы әкті темір кеннің қождамаларды жүктейді. Үрлеген кезде металл кезде ең алдымен сұйық шойынның негізгі бөлігін темірмен әрекеттеседі. Түзілген ферромонның бір бөлігі қожалып өтеді, ал келесі бөлігі еріп тұрған шойынның құрамындағы қоспаларымен тотығады. Бұл реакциялар кремнийдің тотығуымен көп мөлшерде жылудың бөлінуімен жүреді. Үрлеу басталғаннан кейін 3-4 минуттан кейін кремнийдің тотығуы толығымен өтеді. Кремний мен марганец мөлшері төмендеп, металл температурасы жоғарылаған кезде ферромол көміртемен әрекеттесіп, темір болатқа отырып, бұл газ күйінде болады. Сонымен қатар тікелей газ тәрізді оттектемен әрекеттесуі, яғни тотығу жылдарымен қатар артады. Бөлінген суы көпіршіктері металл мен қождың араласуын жақсартады. Қоспалардың тотығу барысында қож пайда болады. Қождың түзілуі әктің еру жылдамдығына байланысты. Яғни үрлеу барысында құрамындағы кремнезем темірдің шала монототығы бұл, яғни жоғарылық және негізілігін төменге әкеледі. Үрлеу барысында әк еріп қождың негіздігін арттырады. Ол, яғни үрлеу аяқталғаннан кейін қождың негізі 3%-ға жетеді. Қождың жалпы мөлшері әдетте 10-15% құрайды. Белсенді қож металлдың зиянды қоспаларын фосфор, күкірттің арылуына әкеледі. Қож негізінен күкіртті, кальцийді, сульфидте тұрады. Соның нәтижесінде әрекеттесіп, яғни күкірт қождың құрамына өтеді. Көміртегінің қажетті мөлшері алынып, үрлеу аяқталған соң пеш, яғни конвертер горизонталды күйге бұрылып, сынама алынғаннан кейін металл шөмішке құйылады. Соңғы жылдары шойынды оттегімен конвертермен үрлегенде орналасқан фурмалар арқылы астынан үрлеп балқыту әдісі кеңінен тарап кетеді. Фурманың концентрлі орналасқан екі түтіктен тұрады. Кіші оттегі, ал түтіктер арасында қуыс қорғағыш газ беріледі. Қорғағыш газ оттегінің сұйық металдармен әрекеттесуінен фурма мен фурма аймағында жетістікке жанып кетуін сақтайды. Фурманың саны конвертер сыйымдылығына байланысты өзгеріп отырады. Кей жағдайда 20-дан көп болуы мүмкін.
конвертердің түбі қабырғаға қарағанда әлсіздеу, шыдамсыз болып келеді, сондықтан оларды ауыстырмалы етіп жасайды. Формалардың сұйық металлмен бітеліп істен шығудың алдын алу мақсатында конвертер тікейттер алдында формалар арқылы бір ретте инертті газбен, яғни аргонмен үрлеу өтеді. Жоғарыдан үрлеумен салыстырғанда конвертердің төменгі жағына үрлеу кезінде металл газ әсерлесу ауданы үлкейіп, металлдың араласуы күшейеді. Осының арқасында шойынның көміртексізденуі мен зиянды қоспалардың газдардың бөлінуі артады. Болатты шөміште қышқылстану міндетті қорытынды операция. Балқытудың тотығу сипаты еріген кезде феромонның жоғары концентрациясы әкеледі және ыстық деформациялау кезінде болатты қызусылғыштыққа және механикалық қасиетін төмендетеді. Қышқылстану деп болаттың құрамындағы темір тотығының оттегіне арылу әдісі. Қышқылстану кремний мен марганецпен жүреді. Кремний мен марганецті сәйкес ферроқорытпалар түрінде, ал алюминийді таза күйінде қолданады. Марганец, кремний, алюминий болат қышқылстану қыса деп аталады. Қышқылстану дәрежесіне қарай болат қайнаған, жартылай тыныш болып айырылады. Қайнаған болатта тек ферромарганецпен қышқылстанады. Бұндай болатта еріген феромонның бір бөлігін қалып қояды да кристалдану барысында қайнау үрдісі жүреді. Бұл реакцияның жүруіне, яғни газ көпіршіктерінің пайда болуына әкеледі. Қайнаған болаттың құны бәрінен де төмен болады, себебі кәдеге жарайтын металдың жоғары шығымымен аз мөлшерде қалдықтар береді. Тыныш болатты ферромарганецпен, ферросилициймен, алюминиймен кешенді қышқылстандырады. Құрамында еріген темір жоқ қайнау үрдісі тоқтап, болат тынышталады. Тыныш болат құймасына елеулі бөлігі қалдыққа кететіндіктен ол қапат болып саналады. Жартылай болатты қышқылстану үшін тек ферромарганец пен аз мөлшерде ферросилиций қолданады. Ол сапасы мен бағасы жөнінен қайнайтын және тыныш болаттың ортасында орналасады. Болат сапасының құрамында зиянды қоспалар, газдар және бейметалл кірінділер мөлшерімен анықталады. Өңдеуге кететін шығындардың 30%-ға дейін оттекті конвертерліктің өзіндік құны мартендікке болаттан қарағанда аз болады. Оттекті конвертерлік үрдісте кешенді механикаландыру және автоматтану оңайға түседі. Өндіріс қуаты мартен цехымен бірдей, оттекті конвертерліктің құрылысы, яғни артықшылығымен есептеледі. Мартенді болат өндірісі. Мартен пеші жалынды генеративті пештің жұмыс кеңістігі газ тектес немесе сұйық отынмен жағылады. Сұйық күйінде болатты алу қажетті жоғары температура пештен шығатын газдар жылуының генерациясы есебінен алынады. Мартен пешінің жоғары балқыту құрылысты кеңістігінен бастарына және вертикалды каналдан тұрады. Балқыту кеңістігін жүктеу терезелері бар алдыңғы қабырғалармен, шығару тесіктері бар артқы қабырғалармен, асты пеш түбімен, енестермен, үстінен күмбез екі маңдайынан бастармен шектелген. Жүктеу терезелері арқылы пешке шүйқырам және балқыту барысында қосымша материалдар жүктеледі, қош шығарылады, металл мен қош сынамалары алынады. Артқы қабырғада пеш түбінің деңгейінде орналасқан тесік арқылы дайын металл мен қожда ағызылып алынады. Балқыту кезінде тесік магнитті оттақпен бітеледі. Пеште жұмыс кеңістігі отқа төзімді кірпішпен қаланған. Футировка түріне байланысты мартен пештер негізді қышқылдау болып бөлінеді. Яғни пештің құрамындағы мөлшеріне, қождың мөлшеріне қарап, жаңағыдай негізді болса негізді, қышқылдық болса қышқылдау болып бөлінеді. Негізгі пештердің түбі, яғни магнезитті кірпіштермен қаланады, немесе доломитті, жаңағыдай ұнтақ қабат ентектеледі. Аспалы күмбезді хромагнезитті кірпішпен жасайды. Негізгі футировканы қолдану пешке әк жүктеуге, негізгі қоза алуға және күкірт пен фосфор сияқты зиянды қоспа алуға мүмкіндік береді. Қышқылды пештерде түбі мен енестерін кремнеземде негізінде қышқыл динак кірпішпен қалайды да,
үстінен кварц құммен қабаттайды. Күмбезде династан қалайды. Күкірт пен фосфорды жою мүмкіндігі болмағандықтан қышқылда үрдіс сирек қолданады. Қышқылды пеште шикіро материалы күкірт пен фосфор таза шойын және болат сынықтары немесе негізді пеште зиянды қоспаларда тартылған сұйықты өнімдер, яғни дуплекс үрдіс және негізгі қышқылды мартен үрдіспен қолданылады. Яғни бұл мартен пешінің құрылысы, пешің сұлбасы ең алдымен бұл яғни газ генераторлары, яғни берілетін, одан кейін мұны ауа генераторы, одан кейін ауа және газды жүктейтін терезе, яғни сосын пеш табаны, күмбез, жұмыс аймағы, жұмыс терезе және пеште оң кемемі, яғни келген материалда балық болғаннан кейін, яғни мына газ генераторы көмегімен алынған газдар ретімен жүріп отырады. Мартен пешінің төменгі құрылысы жұмыс алаңында орналасады. Ол яғни генератор негізгі, яғни генератордың бөлшегі камералар ауыспалы клапандармен көмкерілген. Отын мен ауаның оң жақтан берілген мартеннің жұмысы бағдарлы шамдар мен газ қозғалысына көрсетілген. Яғни пештің жұмыс кеңістігі отын мен ауаны араласып 1800-1900 температураларда жалын шығара жанады. Жанудың газ тектес өнімдері қарама-қарсы сол бастағы каналдардан, содан вертикалды каналдардан, қосжинағыштардан және генератордан өтеді. Генераторларға келетін түтін температурасы 1500-1550-ге жетеді. Генератор отқа төзімді шамыр кірпіштен торлы қабат түрінде қаланған салмаларда бар камера түтін газдарды өткенде генератордың бір жұбы біздің жағдайда, яғни салмаларда 1300-1400 градусқа дейін қыздырылады. Яғни клапандар ауыстырғанда отын, ауа және газ қозғалысы қарама-қарсы бағытта жүреді. Қыздырылған генераторлардың біреуі арқылы пештің жұмыс кеңістігі газ оттектес отын ал екінші ауа арқылы өтеді. Олар салмалар арқылы өтеді, 1100-1200 градусқа дейін қыздырылады. Бұл уақытта генераторлар келесі жұбы жылумен қыза бастайды. Генераторлардың бірінші жұбы салмалардың белгілі бір температураға дейін салқындағанда клапандардың кезекті ауыстыруына орын алады және үрдіс кері бағытта қайталанады. Генераторлардың шыққан түтін пеш көмегімен жолай тазартудан өтіп, түтін мұржасы арқылы шығып келеді. Сұйық отын мазутпен жұмыс істеген мартен пештерінен екі жағынан ауа қыздырғыш тек бір ғана генератор болады. Газ тектес отын ретінде әдетте домна және кокс газдары пайдаланылады. Соңғы уақытта кокс домналық газ қоспаларын отырып табиғи газды кеңінен қолдана бастады. Жағуға берілетін қосымша 25-30%-ға дейін оттегімен байытылады. Мазут, табиғи газ, оттегі арналған құрылғылар, форсункалар пештің бастарында орналасқан. Әдетте тұрақты пештерде қолданылады, ал фосфор шойын балқыту және жеңілдетуге мүмкіндік береді. Әдетте негізгі мартендік балқытудың екі әдісі болып жүреді. Ол скапты үрдіс және скапты кен үрдіс. Болаттың негізгі мартен пештерде скапты әдіспен балқыту тек домналық пештері жоқ және сұйық шойын өндірмейтін зауыттарда жүргізеді. Негізді скрапты үрдісі әдетте машина жасау зауыттарына сыйымдылығы 100 тоннаға дейін пештерде қолданылады. Бастапқы материалдар ретінде болат сынықтары, қайта өңделетін шойын әк қолданады. Балқыту үрдісі бірнеше кезеңнен тұрады. Пешті толтыру, шикіро материалдарын қыздыру, оларды балқыту, қайнау, қышқылстану, металды шығару кезеңдері. Металл балқығаннан кейін кремний толығымен тоқтатылады, ал көміртегі марганец, фосфор жартылай тоқтатылады. Кремний тотығы, марганец тотығы, темір тотығы, кальций тотықтары металл беттерін жауып тұратын қош түзіледі. Осының арқасында металдың пеш газдарының мен және оттегімен тікелей жанасып жүреді. Металл қоспаларының одан әрі тотығуы қожа арқылы оның құрамында еріген ферма есебінен жүреді. Фосфор келесі экзотермиялық реакцияларға бөлінеді. Балқыту кезінде дисформация үшін төмен температура және жеткілікті
негізлігі бар белсенді темірлі қожыр тиімді. Фосфордың қождан металға қайта тотықстануын алдын алу үшін көп бөлігі балқыту кезінен кейін пешті ағызып алады да жаңадан актив жаңа қожыр еді. Қайнау кезінде металдағы көміртегі тотықтыру үшін пешке азғантай порциямен темір кенттейді. ЦО көпіршіктері металл қабырғаға өткенде қайнауын тудырады. Қайнау кезінде металдың қарқынды араласуына орын алады. Осының арқасында газдардың бөлінуі, жеңіл бейметалл кіріндердің қалқып шығуы қамтамасыз етеді. Күкірттің қожға өтіп металл пәрмендерінің десульфурациясын қайнауға орын алады. Оған металл мен қождың жоғары температурасы, қождың негізділігі, ферромонның төмен концентрациясы ықпал етеді. Зиянды қоспалар арылып, көміртегі берілген концентрациясына қол жеткізілгеннен кейін болатты қышқылстанады. Ол әдетте 2 этаптан тұрады. Пеште алдын ала қышқылстану және ақырғысы шөміште қышқылстану. Бұл ең алдымен ферромарганец, ферросилиций элементтермен жүреді. Ал регирленген екінші әдетте негізгі скраптөргіш тек тыныш болаттарды балқытады. Регирленген болаттар, яғни болат ваннасында регируші элементтер никель, молибден, мыс сияқты элементтерді беріп, оларды қышқылстандыруына әкеледі. Бұл яғни скрапты кенді әдіс, ол тек жаппай бұл яғни көміртекті болаттар скраптөр үстіне регирленген болаттан балқытады. Сонымен бірге скрапты кенді үрдіс скраптөр үстіге қарағанда тиімді болып табылады. Дәрістің бақылау сұрақтары. Болат дегеніміз және оның құрамындағы тұрақты қоспалар қандай элементтер болып саналады. Екінші, болат алу үшін қандай бастапқы материалдар қолданылады. Үшінші, болатты шойынға өңдеудегі негізгі мақсат қандай. Төртінші, болат балқыту қандай арнайы әдістерді білесіз. Бесінші, болатты конвертер әдістермен балқытады. Оттекті конвертер әдіс қандай бөліктерден тұрады. Жетінші, болатты шөміште қышқылстандыру кезінде қандай реакциялар өтеді. Сегізінші, Мартен пешінің құрылысы және оның жұмыс істеу принципі. Дәріс аяқталды. Бұл дәріс бойынша қолданылған әдебиеттер тізімі. Рахмет.